Қайырлы күн, ұстаздар. Бүгін мен сіздерге пазл жасау жолдарын ұсынбақшымын. Пазлды біз балаларға оқу қызметінде немесе сабақ барысында ұстаздар балаларға осындай пазлдарды жасап, қолдан жасап ұсынсақ болады. Мысалы, кез келген бір немесе алма, кез келген бір тақырыпты алып осындай пазлды жасауға болады. Андай пазлдар. Яғни бұл пазлды біз қалай жасаймыз? Ең алдымен интернетке кіреміз. Осылай круглый пазл шаблон деп іздеп жазып аламыз. Одан кейін картинкаға кіріп, картинкадан міне кез келген бір пазлдың шаблонын өзімізге сохранить етіп аламыз. Сохранить батырмасын басып, рабочий столға сохранить етеміз. Яғни сіздер өздеріңіз қандай пішінде жасағыларыңыз келеді, сол пішінді таңдайсыздар. Мысалы ретінде 4 бұрышты суретпен немесе дөңгелек сурет деген сияқты әр түрлі шаблонды қолдануға болады. Мен мысалы осы дөңгелекке келетін допты сіздерге көрсеткім келеді. Яғни мен қазір жазамын доп. Басамын интернет картинкаға кіріп, мына жерден кез келген бір допты сохранить етем. Рабочий столға. Сохранить батырмасын басып, сохранить етіп, бұны қай бағдарламада істейміз? Яғни бұл пазлдарды біз Word бағдарламасынан істеп көрсететін боламын. Word бағдарламасынан біздің жаңағы сохранить еткен суреттерімізді вставки, рисунки, жаңағы сохранить еткен доп, сохранить еткен суретімізді алып, осы жерге қоямыз. Яғни бұл сурет қозғалмай тұр. Қозғалу үшін обтекание тестом и по контуру деп басамыз. Сонда біздің мына суретіміз қозғалатын болады. Яғни бұл қозғалады. Енді бұл суреттің үстіне басып, формат батырмасына кіріп, дөңгелек пішінге келтіріп аламыз. Дөңгелекпен қоршап алдық. Содан енді вставки батырмасын басып, жаңағы пазл шаблонын алатын боламыз. Пазл вставки батырмасын басып, бұл пазлда қозғалмайды. Обтекание текстом по контуру деп басып, пазлды әкеліп, мына допқа үстіне қоямыз. Жан жағын дұрыстап, осы доптың айналасына пазлды онан контур сызығы бойынша дұрыстап аламыз. Міне, біздің бүгінгі пазлымыз дайын болды. Осы пазлды алып, принтерден шығарып, қиындыларын қиып, балаларға ұсынсақ болады. Балалар осы қиындыны құрастырып, және атын тауып, осындай әдістер арқылы сабағыңызды қызықты етіп өткізулеріңізге болады. Менің бүгінгі сіздерге ұсынғаным, кеңесім сіздерге ұнайды деген үміттемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.